Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 4-ті. Сабақтың тақырыбы анардың пайдасы бар ма? Есть ли польза гранат? Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Пайдалы, полезный. Салқын, прохладный или холодный. Жылы, теплый. Есіне сақта. 35-ші бетте бұл сөйлемдер берілген. Анар шырыны пайдалы. Сок гранатовый полезный. Шырын салқын. Сок холодный. Шырын жылы. Сок теплый. Пайдалы, полезный. Салқын, холодный. Жылы, теплый. 35-ші бетте. Тыңда, қайтала оқы. 35-ші бет. Анель не дейді? Анель что говорит? Анар шырыны пайдалы. Шырын салқын. Гранатовый сок полезный. Сок холодный. Анна не дейді? Что говорит Анна? Қызанақ шырыны пайдалы. Томатный сок полезный. Әлібек не дейді? Әлібек сәбіз шырыны пайдалы. Шырын жылы. Морковный сок полезный. Сок теплый. Саша не дейді? Саша апельсин шырыны пайдалы. Апельсин шырыны пайдалы. Апельсиновый сок полезный. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала оқы. 35-ші бет сөйлем құрастырамыз. Алма шырыны пайдалы. Яблочный сок полезный. Сәбіз шырыны салқын. Морковный сок полезный. Қызанақ шырыны жылы. Томатный сок теплый. Анар шырыны тәтті. Гранат